Саламатсыздар ма, балалар? Саламатсызбар. Рахмет, отыра қойыңыздар. Балалар, бүгін кім кезекші, кім жоқ? Кім кезекші, кім жоқ балалар бүгін? Түгелміз ба? Жарайсыздар. Жақсы балалар. Оқу құралдарымызды алайық, бәріміз кітаптарымызды, дәптерлерімізді алайық, сабаққа дайындалайық, иә? Сабаққа көңіл бөлеміз, жақсы ма? Иә. Жақсы, жарайсыздар. Балалар, әуелі бірден сабаққа бастамас бұрын мына алдарыңыздағы аңқықтарды біртіндеп алып, топқа бөлініп алайық, иә? Жақсы балалар, біздер 3 топқа бөліндік, иә? Қолымыздағы асықтарымызға байланысты көк асықтар тобы, қызыл асықтар тобы, және мына жақта жасыл асықтар тобы, иә? Ұлттық құндылыққа байланысты біздер асықтың түрлеріне байланысты топқа бөлдік. Рахмет. Барлығымыз сабақты жақсы бастау үшін, топпен жұмыс жасаймыз, жұптау жұмыс жасаймыз, жағымды ахуал туғызу үшін барлығымыз қолымызды бүйтіп қояйық бір-бірімізге, сөйтіп ұранымызды айтып. Балалар, жақсы. Енді үй тапсырмасына кезек береге. Үйге берілген нешінші есептер? 616 және 617 есеп. Жақсы, балалар, мен тақтаға 616 және 617 есептерді тақтаға ілейін. Сәйкестендіру арқылы осы есептің жауабын бір-бірімен сәйкестендіру арқылы табайық. Жетен 6 бөлу 5-тен 3 көбейту 1/5-тен 2. Қанша шығады? 2 дейді, дұрыс па? Қоямыз. Кән, тағы кім? Кел, Нұрдәулет, кел оған. Алты болады дейді. Дұрыс, жақсы, келесі. Келесі. Есеп. 1 азайту 9-дан 4 деген есеп дейді. Жауабы 6/3-тен 2 дейді. Дұрыс па? Дұрыс, жақсы, келесі үшеу қалды енді. Балалар, сізде тек. Әбдет, келе ғой. 12-ден 1, осы 6-дан 1 болады дейді. Жақсы, енді 2 болады, балалар, келсін, азай кел. 3-ден 1 азайту 16-дан 2 деген жауап 2-ден 1 болады дейді. Дұрыс па? Өте жақсы сабаққа үй тапсырмасын түгел дұрыс орындап келдік. Енді балалар, осы үй тапсырмасын бағаламас бұрын сіздерге мына топтарыңызға топ басшыларын сайлап аласыздар да, мына бағалау парағын таратам балалар. Осы топтан бір топ басшысы, жасыл асықтар тобынан бір топ басшысы, қызыл асықтан бір топ басшысын алайық. Топтағы оқушылардың атын жазып алып, топтағы бүгінгі үй тапсырмасы бойынша балалар, үй тапсырмасы бойынша бірінші тұрған бағандағы үй тапсырмасына мына тақтадағы 2 дискриптор бойынша 2 балды қоямыз. Жаңа тақтаға шыққан топтағы есептеріңіз дұрыс болса, толық әрбір оқушыға 2 балды қойып шығамыз. Үй жұмысына. Біз алдыңғы сабақта қандай тақырып өтіп жатырмыз? Қандай тақырыпты өтіп жатырмыз? Жай бөлшектерді және аралас сандарды бөлу. Дұрыс. Жай бөлшектерді және аралас сандарды бөлу. Яғни біз сол тақырыптың 3-ші сағатын өтіп жатырмыз балалар бүгін. Яғни осы тақырыпқа байланысты есептер шығару. Енді балалар бүгінгі күн ретін жазайық. Тақтаған сосын әрі қарай есептерімізді шығарайық. 11-12 ай. Тақырып
жай бөлшектерді және аралас сандарды бөлу деп жазып қоя қойыңыздар. Дәптер ашайық, тақырыпты жазайық. Балалар, бүгінгі тақырып жаздық па? Жай бөлшектерді және аралас сандарды бөлу. Біздің оқу мақсатымыз балалар, осы жай бөлшектерді және аралас сандарды бөлуді орындау. Қалай орындалады? Жай бөлшектерді бөлген кезде қандай амалдар қолданылады, иә? Яғни өзара кері санға айналдырамыз, ол көбейтуге айналдырамыз. Сол екінші, үшінші сағаттарда соған байланысты есептерді шығарады екенбіз. Енді сабақтың мақсаты жай бөлшектерді және аралас сандарды бөлу алгоритмін біледі және есептер шығаруда қолданады. Яғни осы пайдаланған мәліметтердің барлығын есептер шығаруда қолдана білуіміз керек екен. Егер осы есептер шығаруда қолданып шығара алсақ, біз өзіміздің нәтижемізге, мақсатымызға жеттік деп есептейміз. Жақсы балалар, осы жай бөлшектерді бөлу алдыңғы біз негізі үлкен тарау жай бөлшектер тарауын өтіп жатырмыз, иә? Оның алдында біздер не өттік? Жай бөлшектерді көбейту өтті. Одан алдында қандай тақырыптар өтті? Азайту, қосу, иә, сосын өзара кері сандар, иә. Сосын оның алдыңғы тақырыптарда жай сандар, құрама сандар, яғни осы жай бөлшектерді бөлуге келетін барлық тақырыптарды өттік. Енді балалар, осыны қайталау үшін орамал тастау әдісі бойынша ережелерді қайталайық. Мен сіздерге бір орамалды берем, бір оқушыға сұрақ қойып ережеден. Сол оқушы әрі қарай топтағы, келесі топтағы оқушыға беріп сұрақтарды ережеден жалғастырады. Інжіл сізге беріп тұр. Дұрыс бөлшек дегеніміз не? Дұрыс бөлшек дегеніміз тыңдаймыз. алымы бөліміне кіші болса, онда сол дұрыс бөлшек деп аталады. Жақсы, орамалды кімге бересіз? Дұрыс бөлшек дегеніміз не? Алымы бөлімінен үлкен бөлшек бұрыс бөлшек деп аталады. Дұрыс айтасыз, келесі. Аралас сан дегеніміз не? Аралас сан дегеніміз бүтін бөліктен және бөлшек бөліктен тұратын сан аралас сан деп аталады. Өзара кері сандар дегеніміз не? Көбейтіндісі бірге тең сандарды өзара кері сандар деп атаймыз. Алифоттық бөлшек дегеніміз не? Алымы бірге тең бөлшекті алифоттық бөлшек деп атаймыз. Жақсы. Нүктенің координатасы дегеніміз не? Координат сәуледегі берілген нүктеге сәйкес сан сол нүктенің координатасы деп аталады. Кубтың көлемі. Кубтың көлемі оның кірімі көлемі тең. Дұрыс бөлшек дегеніміз. Дұрыс бөлшек. Дұрыс бөлшек дегеніміз алымы бөлімінен кіші сандар дұрыс бөлшек. Келесі. Әріпті өрнек дегеніміз құрамында әріпі бар өрнекті әріпті өрнек деп атаймыз. Жақсы, рахмет көп. Жақсы, балалар, ережені қайталадық, біразымыз ережені білеміз. Жақсы, әріпті өрнек дегеніміз, жай сандар дегеніміз, құрама сандар, дұрыс бөлшек, бұрыс бөлшек. Жақсы, енді балалар келесі кезеңге өтейік. Біздер келесі кезең жұптық жұмыс, жамбасу әдісі деп аталады. Келесі кезеңде жамбату. Яғни жамбату бізде жұптық жұмыс. Екеу ара бір есеп беремін. Екеу ара бір есеп. Есепті шығарамыз, тақтаға жазамыз. Берем, яғни екеу ара. Бірге келесі бала жаза алмай қалмасын. Болды ма? Телефон жасылайын. Келі аяғым, телефон. Болды ма? Үшеуіміз бір жұп бар.
есепті дұрыстығын тексеріңіздер, топташылар. Тақтадағы дұрыс жауаппен дұрыс болса, қазір дискриптор бойынша бағалайсыздар. Сол бағалаудың барлығын соңында маған бересіздер, оқушылар. Сол бағалаудың барлығы балдарыңыз бағаға жердің айналады. Барлығы жалпы 10 балдық жүйе шығады балалар. Топташылардың қарамағында топтардағы есептерін. Дұрыстасымен. 1,5-2 көбейту 75 қосу 8-ден 3 дейді. Кім қай жұптікі? 1,8-ден 3. 1,8-ден 3 дейді. Көрейік. Дұрыс екен, топбасшы қарап отырын. Келесі. Ал қарап отырыңыздар, қай жұптың есебі қараңыздар. Жауабын айтамыз. Жауабы 7 дейді. Көрейік. Дұрыс. Тез балалар, өзің жұптарын есеп. 1,4-тен 1 деп басталады. Қанша болады жауабы? 6-тан 1-ден 6. Қай жұптың есебі? Айтағы жауап? 6-тан 1. Жақсы, дұрыс. Келесі жұптығымызда. 5-тен 3 көбейту 9-дан 4. Қанша болды жауабы? 1,5-тен 3. Дұрыс екен. Жарайсы. Келесі. 5-тен 4 көбейту. Қанша болды? 3-тен 1. Дұрыс. Енді бір көрсетіп қалған. 6-тан 5 бөлу 3-тен 1. Қосу 1,8-ден 3 дейді. Жауап қай топтың есебі? Қанша болды? 1,8-ден 23 деген жоқ. Ондай болмайды. Ондай есеп қате деген сөз. Қанша болады? 8-ден 23 дегенді сақтайсыз қой, сосын 3-ден 23 неше бүті болады? 2,8-ден 7 болады. Сол 2,1-ге қосылған кезде 3,8-ден 7 болады. Мұрт көшекейінде қалдырып кеткен. Жақсы, келесі. 26 бөлу 3,4. 2-ден 1 деп оқимыз. 1-ден 2 демейміз, 2-ден 1 дейміз. Жақсы, дұрыс. Келесі енді кетіп. 4,8-ден 1 деп басталатын есеп. Бөлу 1. Дұрыс екен, жарайсыздар. Соңғы есеп. 8-ден 3 бөлу 2-ден 1. Қосу 3,4-ден 1. Қай жұптың есебі? Жауабы 4 па? 4 дейді. Дұрыс. Жарайсыздар. Дұрыс. Жақсы. Екі топтарына жақтар. Араласқанда жай көшеге айналдыра алады. Есепті шығару барысында көбейтуді орындайды, немесе бөлуді орындайды, қысқартуды жасайды, қосу азайтуды орындайды. Жауабын жазады. Барлық есебі толық дұрыс болса 5 балл қояды. Яғни осы дискриптор бойынша топ басшылары топтарындағы оқушыларды бағалайды. Келесі кезең енді бізде топтық жұмыс арқан тартыс әдісі деп аталады. Топтық жұмыс, яғни арқанды тартқан кезде біздер бәріміз жұппен жұмыс істейміз ғой, топтар. Сол сияқты топтық жұмыс орындаймыз. Арқан тартыс әдісі деп аталады. Алдарыңызға жеке-жеке есеп беремін. Әр топ сол есепті бірігіп шығарамыз. Яғни біздер функционалдық сауаттылыққа байланысты есеп болған мәтін есептер. Ала қойыңыздар есептеріңізді. Ала қойыңыздар есептеріңізді. Міне ала қойыңыздар.
Топтар бір-бірінен ауысып иә, топтың иелері. Енді дұрыс жауаппен тексере қойыңыздар. Есептің жауабы дұрыс па? Тексереміз. Бірінші есепте жауабы 10-нан 7 қорғасын болу керек, 1,4-тен 3. Қалай бұл? Дұрыс па? Екінші есепте жауабы 135 болу керек. Дұрыс па екен тексеріңіздер. 135 шықты ма? Иә. Жақсы, келесі үшінші қызыластықтар тобы жауабы 210 килограмм болу керек дейді. Дұрыс па? 210 килограмм қызыластықтар тобы. Тексердіңіздер ғой жаңа? Дұрыс па? Осы есептерді біздер дәптерге жазып алайық. Иә? Дәптерге түсіріп алайық. Мына алдарыңызда есептердің барлығын, топтық жұмыста есептердің бәрін дәптерге түсірейік. Балалар дәптерге түсіріп болды қоя бәрін. Енді келесі кезде балалар жеке жұмыс бәйге деп аталады. Яғни сіздің қолдарыңызда бәріңізде бір телефон бар. Сіздерге сілтеме жіберемін. Мына сілтеме. Сол сілтемеге кіріп тест жұмысын орындаймыз жеке жұмыс. Әр қайсымыз. Ал жібердім сілтеме. Кіреміз де жеке ат жөндеріңізді жазып, классыңызды жазып, тест жұмысын орындаймыз. Жеке жұмысқа топ басшылары міне қараңыздар. Нұрбектің барлық есебі дұрыс. 5 сұрақ 5 балдық жүйемен бағаланады. Мына топтағы өзіңіз қараңыздар топтарыңызда. Көрсете қойыңыздар. Дұрыс болса 5-еуі 5 балл, 4-еуі дұрыс болса 4 балл. Дұрыс. Кезең әжемнің сандығы дейді, рефлексия. Мына парақ таратып, соған тек қана бүгінгі сабақтан қаншалықты түсіндің, түсінбедің жазып, сандығына, әжеміздің сандығына, қалтасына апарып саламыз, иә? Маған жай бөлшектерді бөлу және бөлу ұнады. Маған сабақ өте қатты ұнады. Барлық жері, сабақтың барлық жері ұнады. Маған осы сабақтың жай сандармен аралас сандардың қосу азайтуы ұнады. Маған бүгінгі сабақтың себебі маған жұптық жұмыс ұнады. Рефлексия жасап болса, кері байланыс бер. Енді топ басшылары тез-тез ғана бағалау парағын бере қойыңыздар. Бағалау парағын бере қойыңыздар. Кәне бере қойыңыз. Ал енді балалар осы бағалау парағы бойынша қорытынды балл шыққан балдарыңызды бағаға айналдырып күнделіктеріңізге қоямыз. Енді балалар келесі үйге тапсырмалар 625-626 есепте үйге. Аяқталды.